Жаңа сабақтың тақырыбымен танысу үшін алдымен мына құпия сөзді табайық. Алдарыңызда 1-ден 11-ге дейін сандар мен әртүрлі әріптер берілген. Осы әріптер мен сандардың реттілігін орналастыру арқылы сіздер бүгінгі сабақтың нәтижесін шығару үшін құпия сөзімізді табуымыз керекпіз. Ал кәне ойланайық. Кәне қандай құпия сөзді таптыңыздар? Яғни бүгінгі сабақтың тақырыбы санды және әріпті өрнектер екен. Жаңа тақырыппен танысу үшін бейне материалға назар аударыңыздар. Сандар мен амал таңбаларынан тұратын өрнек санды өрнек деп аталады. Әріптер, сандар және таңбалары бар өрнек әріпті өрнек деп аталады. Өрнек өз алдына қосынды, айырма, көбейтінді немесе бөлінді болуы мүмкін. Азат бірнеше бірдей дәптермен 3 қойын дәптер сатып алды. Егер дәптер мен қойын дәптердің бағасы 3 теңге болса, барлық сатып алынған заттардың құны қанша болады? Құнды қалай табуға болатынын еске түсірейік. Дұрыс. Заттың құнын табу үшін оның бағасын санына көбейту керек. Белгісіз дәптерлер санын айнымалы енге ауыстырып, есепке өрнек құрастырамыз. Сатып алынған заттардың толық құнын табу үшін дәптерлер мен қойын дәптерлердің құнын қосу керек. Осы өрнекті оқып көрейік. 18 бен 3-тің көбейтіндісі және 18 бен n-нің көбейтіндісінің қосындысы көбейтудің терімділік қасиетін қолданып, келесі өрнекті құрамыз. Оны оқимыз. 3 пен n-нің қосындысы және 18-дің көбейтіндісі. Әріпті өрнек құрамында әрпі бар өрнек. Әріпті өрнектегі әріптердің орнына түрлі сандар қойып, мәнін табуға болады. Әріпті өрнектің мәнін табайық. Барлығы қанша қарындаш барын білу үшін онға x-ті қосамыз. Әріпті өрнектің мәнін қалай табуға болады? Ол үшін әріптің орнына сәйкес сан қою керек. Қалай ойлайсың? Екінші қаламсауытта барлығы қанша қарындаш болуы мүмкін? 7 қарындаш бар деп болжайық. Демек, x тең 7-ге. Олай болса, 10 қосу x өрнегіндегі x-тің орнына 7 санын қоямыз. Демек, 10 қосу 7 тең 17. Есте сақта, әріпті өрнектегі санын мәнін табу үшін әріптің орнына кез келген санды қоюға болады. Жаңа тақырыпқа байланысты тапсырмаларды орындайық. Өрнектерді санды және әріпті өрнектерге ажырат. Тапсырманы орындайық. Санды өрнек, әріпті өрнек берілген. Осы сандарды өз яшықтарына орналастырайық. Яғни әріпті өрнек екен. Ары қарай 7 қосылған 3 санды өрнек екен. Келесі 50 қосылған y әріпті өрнек екен. Келесі 100 алынған 30 санды өрнек. Келесі x қосылған 8 әріпті өрнек. Яғни санды және әріпті өрнектерді өз яшықтарына дұрыс таба білдік. Тапсырманы орындайық. Автобуста 15 жолаушы болды. Аялдамадан бірнеше адам түсіп қалды. Автобуста неше жолаушы қалды? Жауапты әріпті өрнек түрінде жаз. Ал тапсырманы орындайық. Кәне, ойланайық, ойланып жауап берейік. Автобуста неше жолаушы қалды екен? Автобустағы жолаушылар саны 15. Аялдамадан түсіп қалған жолаушылар x әрпімен белгілейміз. Ал сонда 15 алынған x.
Жауабы: автобуста 15 алынған X жолаушы қалды. Wordwall платформасында тапсырманы бірге орындайық. Осы тапсырманы орындауда тез жауап беріп, шапшаңдық көрсетейік. Бұл тапсырмада дұрыс өрнекті алып, шыққан көртышқанға соққы беріңіз. Жарайсың. Тамаша, керемет. Жарадыңыз. Жарайсыз. Жарайсыз. Тапсырманы дұрыс орындауға тырысамыз. Жарайсыз. Тапсырма дұрыс орындалуда. Онда сабақты меңгергеніңіз көрініп тұр. Өте тамаша. Жарайсыз. Жарайсыз, тамаша. Керемет, керемет. О, тамаша. Тез шапшаң орындаудасыз. Тамаша, керемет. Жарайсыз. Жарайсыз. Керемет. Бүгінгі сабақты жақсы меңгергендеріңіз көрініп тұр. Тапсырма әлі де дұрыс орындалуда. Жарайсыздар. Бүгінгі сабақты жақсы меңгергендеріңіз осы тапсырмадан көрініп тұр. Жарайсыздар. Дұрыс. Тамаша. Өте жақсы. Керемет. Тамаша. Жарайсыз. 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 Керемет. Жарайсыз. Өте жақсы. Өте жақсы. Жақсы, өте жақсы. Келесі тапсырманы орындайық. Бізге берілгені санды өрнектер және әріпті өрнектер. Санды өрнектер мен әріпті өрнектердің орнын дұрыс таба білейік. Бірінші санды өрнектерді табайық. Келесі әріпті өрнектерді табайық. Жарайсыңдар, тамаша орындадыңдар. Сіздердің жауаптарыңыздың осылай болғанына сенімдімін. Сіздердің санды және әріпті өрнектердің не екенін білдіңіздер. Бүгінгі берілген тапсырмаларды орындау арқылы жаңа тақырыпты меңгердіңіздер. Жарайсыздар. Назарларыңызға рахмет.